Жақын арада болған ең жақсы результаттардың бірі кеше осы жақын арада болған кішкентай қызға 5-6 жасында құлағына су тигізіп алған ата-анасы. Одан врачтарға емделіп антибиотик дәрілерін алып жүріп, қайталап қалып, сөйтіп қайталап жүріп, хроническийге айналып, қыз 18 жасқа келгенше әйтеуір естімейтін болып қалған. Вообще слух жоқ 100%. Сонымен біз ол қызға құлағына құюға розовый масло бердік. Азанда кешке 2 мезгіл ішуге ахрозелейді бердік, цинк бердік, кальций, сосын экстраклукан бердік. Сонымен 15 күн дегенде, 15 күннен кейін қыз құлағыма уже дауыстар қатты естіле бастады деп, қыздың құлағы ашыла бастады қысқасы. Сонымен қазір ол қыздың ем алып жатқанына 2 айдан асты. 2 айдың ішінде қайтадан құлағының есту қабілеті 100%-ке қайтадан орнына келді. Осы қазір біз қалай естісек, солай естиді. Розовый маслоны әлдетіп құйып жатыр.